Айгүл бүгін қандай көңіл күймен келді екен? Айда салдым да. Не жақсы, не жаман емес. Өзім қамдадым. Маған қалайсың? Ха? Андай ортасында короче. Бүгін жаңа қатысушымыз көрінбейді. Білмеймін. Түнде әйтеуір қорқытып болған жоқсыз ба? Қандай бір сомаша білмеймін ғой. Не үшін ұйықтады деп ойлайсыз? Сізді ойлап па? Датам ондай емес шығар. Ондай емес, иә? Одан хабарыңыз жоқ, хабарласпадыңыз. Келме деп айтқан жоқсыз ба? Жоқ, Ештеңе демедіңіз, сөйлескен жоқсыз. Ештеңе демедіңіз, сөйлескен жоқсыз. Жалпы өзіңіздің көңіл күйіңіз бәрі күшті ма? Ештеңе қорықпай, ұялмай айтам деп отырсыз бәрін. кішкене біртүрлі болатын шығар, бірақ солай білмеймін ғой, короче. Солай күлдім. Ол кісі танымай қалатын шығарсыз. Нағыздай жібереді, нағыз әңгімен жібереді. деген сияқты дәріптеп отқан жоқ, негізі жас. Запись экраны ұстап тарап кетіп жүрмей, ертең тағы осы үшін әңгіме айтып. Бірақ бүгін бір кішігірім соғыс болған сияқты сезіп тұрмын, мая келіп тұр мұрныма. Алмаған үшін біреу басқасы үшін бірдеңе ренжіп қалған. И содан кейін айта береді, бірақ қыздардың тарапынан именно ондай Нағыз енді сөйлейді, нағыз сөйлесін енді. Бұл сөйлесін енді. болса, біреуге тез ұнатып, біреуге бауыр басып қалғаннан кейін сол жігіт солай бетінде басқа біреудің поцелуйымен келіп тұр. Бірақ шын айтайын, осы қыз маған сөйлеген кезде кішкене депрессияға кіріп кетемін, короче. Кетіп отырамын ғой, маған әңгіме айтады ғой. Уже сен ұнамайсың бір нәрсе деген кезде кішкене депрессияға жетіп кетесің ғой, бля. Не болып жатыр өзі деп кетесің ғой, короче. Қалай деп қаласың ғой, короче. Осы қыз сөйлеген кезде міне Мен ойлаймын, переваривать етіп үлгермей жатсың да, бірақ информация келіп жатыр ғой миға, источник. егер де қыздар бір үлкен допуск кеткен болса, сен былай оны тапить етсең, мен түсінемін. Допуск. Бірақ сен Қалай? кішкене өзің ағатып жіберіп қойдың да, бірақ сонда да бұл қызға шүйлігіп алғансың. Ондай Еще мен білмеймін, нағыз қалай сөйлейтін бар ғой, кәдімгі бір андай бір болады ғой, бір мақал десем келмейді, иә? Бір ұзақ мәтін болады, мәтін